Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен жөтелге қарсы ең жақсы әдіспен бөліскім келіп отыр. Бұл әдісті өзім қолданып көрдім, және де балдарыма да беріп көрдім. Содан кейін ғана сіздермен бөліскелі жатырмын. Бізге керегі бір пияз, майдалап турап аламыз. Болғаннан соң үлкендеу ыдысқа ауыстырып аламыз пиязымызды. Енді үстінен бір қасық бал немесе бір қасық қантымызды салып, екеуін езгілеп, жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болғаннан соң бетіне ауа өтпейтіндей етіп, пищевая пленкамен жауып, 2 сағат уақытқа қалдырып қоямыз. 2 сағат уақыт өткеннен кейін пиязымыздың өзінен соғы бөлінеді, қабылдай беруге болады. Ересек адамдарға үлкен ас қасықпен күніне 2 рет, таңертең және кешке. Балаларға шай қасықпен 2 рет, азанда және де кешке қабылдай берсеңіздер болады. Осы рецептімен жасап көріңіз. Жасап жатсаңыз ем болсын, және де видеоны соңына дейін көрген болсаңыз, каналыма тіркеліп кетіңіз.